Қайырлы күн! Біз өткен сабақта Quizzes құралының көмегімен бетпе-бет, яғни аудиторияда тест өткізуді үйрендік. Ал бүгін қашықтықтан, яғни интернеттің көмегімен ойын форматында тест жасауды және өткізуді үйренеміз. Ең бастысы, барлығы қарапайым және пайдалы. Ендеше бастайық. Бірінші біз Quizzes сайтына өз аккаунтымызбен кірген соң, менің викториналарым бөліміне өтеміз. Бұл жерде дайындалған викториналардың ішінен біреуін таңдап, үстінен басамыз. Келесі бетте бізге екі нұсқа ұсынылады. Соның екіншісі қашықтықтан оқу. Соны таңдаймыз. Келесі бетте біздің алдымызда мәзір шығады. Бұл мәзірде біз дедлайн қоюымыз керек. Яғни егер бүгін 1 маусым болса, 30 маусымға дейін аралықта тапсырманы орындауды қоя аламыз. Барлығы 1 ай көлемінде болу керек. Сонымен қатар уақытын көрсетеміз. AM бұл түске дейін, PM түстен кейінгі уақыт. Содан кейін төменге түсіп баптауларға басамыз. Яғни студенттер бірнеше рет немесе шексіз түрде тестке қатыса алады. Ойын барысында дұрыс жауапты көре алады, не көре алмайды. Ойыннан соң жауаптарды көре алады, не көре алмайтындай етіп қоюға болады. Сонымен қатар тестке қатысушы бонустар ала алады. Таймерді көреді, үздік ойыншыларды көреді, сұрақтарды араластыруға болады, жауаптарды да. Қате сұрақтарды ойыннан соң қайталауға, музыканы өшіріп қосуға және күлкілі суреттерді пайдалануға болады. Сонымен барлық баптауларды қойған соң жалғастыру батырмасын басамыз. Викторинаға, яғни тестке қашықтықтан қатысу үшін сілтемені жүктеп, оны тиісті адамға жібереміз. Немесе joinmyquiz.com сайтына кіріп, келесі кодты теріп, қатыс деп сұраймыз. Біз енді смартфон арқылы Quizzes қосымшасына кіріп, жасалған викторинаға код арқылы қатысып көрейік. Өзіңіз көріп отырғандай кодты тереміз, сосын атымызды да енгіземіз. Жоғары жақта викторинаның дедлайны көрсетілген. Енді осы викторинаға қанша адам қатысты және олар қандай балл алған көру үшін Quizzes.com сайтындағы Reports, яғни есептер бөліміне барамыз. Ол жерде біз өз викторинамызды тауып, үстіне бір рет басамыз. Ашылған бетте біз қатысқан адамдардың тізімін көреміз. Бұл жерде тек мен тұрмын, себебі мен ғана толтырдым. Әрбір адамның есіміне басып, олардың нәтижелерін толығырақ көруге болады. Сонымен қатар ол адам қай күні, қай уақытта тапсырғанын және қандай құрылғыдан тапсырғанын көруге болады.
Одан кейін қай сұраққа дұрыс, қай сұраққа бұрыс жауап бергенде мәлім болады. Бұл нәтижелерді біз принтер арқылы қағазға шығара аламыз, немесе керек болмаса өшіруге де болады. Сонымен, біз бүгін интернеттің көмегімен, яғни қашықтықтан тест өткізуді үйрендік. Ең бастысы барлығы қарапайым, жеңіл және сіздің жұмысыңызға пайдалы. Сізге бар керегі интернет, компьютер және ниетіңіз. Келесі пайдалы бейнероликте кездескенше.